Сәлем достар, бүгін мен сіздермен осындай керемет жұмсақ маффиндердің рецептісін ұсынамын. Мен ішіне шоколад салдым, сіздер қалаған жеміс-жидектеріңізді салсаңыздар болады. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Какао, ұн және қопсытқышты алдын ала егелектен өткізіп аламыз. Оларды жақсылап араластырып, бір шетке қойып қоямыз. Енді ыдысымызға бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Енді қант пен ванилинді салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Сіздер қол миксермен араластырсаңыздар да болады. Сұйық майымызды құямыз. Тағы да жақсы бір келкі болғанға дейін араластырамыз. Осындай маса болғандан кейін оған жұмыртқамызды саламыз. Тағы да араластырамыз. Енді сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Енді алдын ала електен өткізілген ұн, какао және қопсытқышты 1-2 ас қасықтан салып, араластырып отырамыз. Мен 3-ке бөліп араластырып алдым. Міне, бізде осындай сұйық маса пайда болады. Оған мен шоколадный крошки қостым. Сіздер қалаған жаңғақ немесе жеміс-жидектер қоссаңыздар болады. Формочкаларын алдын ала дайындап алдым. Менде қағаз формалар. Қамырымызды 2 қасықтан салып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 30 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің маффиндеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл маффиндер сіздерге ұнайды деген ойдамын. Лайк басып, комментарий жазып, қолдап қойыңыздар. Алда әлі көптеген рецепттер болады. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.